Мощный, да. Гамарджоба. Бисмилля. Come to Kazakhstan, Habibi. Мына біздің отель бүгін. Қонақ үй. Бауыржанда да ұят жоқ деп қойшы. Жолсақ қой. Жүрегім соғып кетті оған. Белый дом. Ассалаумалейкум достар. Түнделетіп Батумиге келіп қалдық. Батумиде бір күн қыдырамыз. Және шаруаларымыз бар. Ауа райы тамаша болып тұр. 19 қазан 2025. Яғни мешіттің жанындамыз. Так, бұлай түсіретін көп уақыт болмай қалды. Жаңа әуежайдан $100 айырбастап алдық. 265 лари болды. Сосын бір сим карта сатып алдық. 2 адамға Wi-Fi таратып тұрады, без лимит. 15 лари қалдық жеті күнге. Так, қазір ужин ішуге барамыз. Біздер тамақ ішетін жерге келіп қалдық. Истанбул ресторан. Бұрын 2022-де келген кезде тамақтары жақсы еді. Главное халал. Қазір көреміз қалай екен, сапасы өзгеріс бар ма жоқ па. Ішін өзгерткен екен жалпы ремонтын. О, Даукубай. Так, біз тамақ заказ беріп, тамақ жеуге кірісіп кеттік. Так, чечевичный суп. Даукубай уже тауысып сатты. И шашлык. Гарнир риспен. Қалай, дайым қалай? Мощный, да. Перец острый. Перец острый. Осыдан кейін жеп болғасын шай заказ береміз. Десерт келді, пахлава. Қалай екен? Турецкий, конкретно. Күшті ма? Пахлавасы один. Так, бағасы 93 лари. Бағасы да конкретно екен. 93 лари. Бұл теңгемен 17.500, 18.000 теңгенің жобасында. Мана тамақ, осы десерт. Ал ас болсын. Мына жерді қараңдар, әдемі болып қойды. Типа Рождество ма, қалай? Лондонский стиль ма? Лондон хотел. Әдемі болып тұр да, улицаларда. Грузия өзі осындай ма? Грузия ұқсамайды ма? Грузия ұқсамайды да мына? Білмеймін, басқа жақта жүрген сияқтысы. Мына ит дейтін бар ғой, біздермен уже жарты сағат болғанша жүргеніне. Автобус ұратсақ, походу. Солай ма? Міне башня әліппесіне келіп қалдық. Қасынан қарасаң биік екен. Бұлай енді биіктігі 130 метр. 2011 жылы салынған. Мына өзінің формасы ДНК-ның спираль сияқты. Мына міне көлденеңнен жатқан. Осылар әріптері. Грузин әліппесінде 33 әріп бар екен. Осы 33 әріп айналып жазылған. Ортасында не лифт бар, көрініп тұрған шығар. Шахтный лестница бар. Ең үстінде ана шарообразный ресторан бар. Батуми қаласында, Қара теңіздің жағасында орналасқан қызықты проект екен. Үстінде смотровой площадка бар, 360 градус. Әдемі.
Мана Батумский башня. Ортасындағы әне колесо обозрения ромашка ұқсап тұр. Колесо обозрениесі биік екен. Пальмалар. Мынау енді Грузия Батуми қаласының символы Али и Нино. Көбісі фото-видеодан қарағанда қатты биік болып көрінеді. Келіп көрсеңіз қатты биік емес. Али Нино махаббат пен айырылысудың символы. Шаймен қимылдап отыр. Яхтылар әртүрлі. Мына қара теңіз жылтырап тұрған. Ар жағында тағы да жағажай. Мына Геленваген сияқты. Катерді Геленваген ұқсатушы сатқан екен. Батуми, мен сені жақсы көрем деген жазу сияқты грузинше. Басқаша қалай ойлайсыңдар? Мына жерде мынандай воркаут бар. Спорт залда, фитнес залдардағы тренажерлар сияқты. Блиндермен, салмақтармен. Кереметті. Қол күрес. Че там, Дәурен, көреміз бе? Дәурен, қол күрес көресің бе? Кел, видео түсіріп алайын, кел. Весің 2 есе ауыр ғой. Мен слабыймын ғой негізі. Менде де күші ғой. Бана дұрыстап ұстап ойын. Стекло сындырды, тағы бірдеңе дейсің ғой. 1, 2, 3. Бауыржанда да ұят жоқ деп қойшы. Дерскен да? Әдемі да, кәдімгі темірлермен өзіңнің весіңмен емес, ауыр қылып істеген екен. Неше килограммнан бір блин 5 килограммнан мысалы. Нешеу бар мұнда, төртеу бар, мұнда бар. Әртүрлі тренажерлар бар. Аяқты типа становый тяга сияқты ма да? Затовка жұмыс істеп отыр, аяқ. Мына жақта да жаңа жылға қатты мән береді ой деймін. Қараңдар. Бізде ынтымақты істеп қояды осындай да гелянды нақты салыстырып қояды. Кішігірім рождественский затқа ұқсайды атмосфераға. Жап-жарық болды. Пальманы қалайсына жет етіп қойған. Ана арканы қараңдар. Су ағып отыр ғой. Шөлдеп тұр ма? Су шөл. Ар жағынан, мына жақтан ішейін, ар жағынан фото видео түсірейін. Бисмилля, вообще. Қымыздай шығар мынау. Көрші. Көргені? Мана тәп-тәтті бірген. Жұмсақ шығар да? Тап-таза ғой бірген. Ішіп қара ма? Мана шөлдеп тұрын кәкіз. Түрлі заттармен әдемілеп қойған. Қайсы ма, мені түсірші, мен су ішіп алайын. Кәмір жобалар. Фронталып кетіп тұрады ма? Бисмилля. Қатты мұзда емес та? Әдем болып тұр, андай салқын болады. Мынандай көшеге келіп қалдық.
Жап-жарық әдемі болып тұр. Фон. Әдемі, да? Европа алаңы дейтін жер. Площадь Европы. Жаңа жылға қатты дайындалған екен. Шыршаны қараңдар, биік. Биіктігі 12-14 метрдей бар. Жан жақтың бәрі әдемі болып қойған. Мына жақта енді кішкене адамдар бар екен. Біз сияқты туристер сияқты. Rolex-тің эмблемасына ұқсайды. Казино. Жан жақтың бәрі жап-жарықты. 2026 ресторан, бар. Әдемі. Кішкентай балаларды алып келсең, кәдімгідей қуанатын сияқты мына жерде. Один дома дейтін кино бар ғой. Содағы кішкене атмосфера соған ұқсайды. Мына жерде ерекше бір ресторанға келдік. Forecast? Ресторанның аты Forecast, Батумиде. Туристер жүретін жерде орналасқан. Таң қалдым мен. Мына тамақтың бәрі тегін. Чечевичный суп, салат, сосын мына атын білмеймін қандай екен. Мына жерде наны бар. Чечевичный суп, салат. Мына да білмеймін атын зат екен. Тегін барлығы. Шай, кофе, баклава бәрі тегін. Yes? It's free? All free? What's your name? Name Mohammed. Hi, how are you, bro? Just welcome to Georgia, restaurant Forecast. You chorba and muqabbilat and appetizer and tea and coffee and baklava just for free. You are welcome. Kazakhstan, forever good. Welcome. Thank you, bro. Muhammad. Come to Kazakhstan, Habibi. Шаурма заказ бердік. Арабский шаурма. Короче, биг шаурма, үлкен шаурма. 35 лари. 35 лари примерно 7000 теңге, да? 7000-ға жетпейді даже, да? Чуть-чуть. Енді қалған бәрі тегін. Надан кейін пепси алмайды сақтымыз ғой, шай тегін болса. Баклавамен шай ішпейміз ғой. Пепси не керек? Ё-моё. Постоянно сондай дейді ғой. Жұмаға ма десем, жоқ дейді. Бүгін жұма ғой? Постоянно сондай дейді. Таң қалып отырмын кәдімгі. 7000 теңгенің шаурмасын аласың. Еще қарамын зат. Мен тағы бір салат алып кеттім қара. Хотя бы бір күнге дейсің ғой да, сондай акция. Күнде мынандай. Бар айына, жылына бір рет болатын болса екен. Күнде болады. Әлі таң қалып отырмын. Үйреніп қалғанымыз ғой, машинниктерге берет ақша сұрайтын да. Главное, видеоға түсіріп олдық, тегін деп айтты, көрдіңдер ма? Жейміз, дәмін көреміз, айтамыз. Қалай чечевичный суп? Четкий, мұзаватыр кішкене. Тесте жей болу керек. Арабский шаурманы алып келді, мынандай тура алған болады екен. Пепси. Әлі таң қалып отырмын бар ғой. Осының бәрін сонда 7000 теңге ішеміз ба, сонда жейміз ба? Қызық та. Чё там, Дәурен тоңып қалдың ба?
плюс 7 градус па? Мына біздің отель бүгін қонақ үй. Қазақстанның туымен жауып тастадық, көрінбеу үшін. Мына жайынамыз. Мына артынан да сумкаларды лақтырып тастадық. Мына полотенце. Мына ғана енді жабатын пока ештеңе жоқ, көреміз. Рум-тур дейсің ғой, да? Қазақстан туын қыстырып қойдық. Подушка, жастық. Болды. Кәдімгі көліктің іші ғой. Эксперимент. Так, сағат жергілікті уақыт 2:30. Так, кеше жаяу жүрдік күнімен түнімен. Бүгін енді машинамен жайлап Батуми көшелерін қалып, жаман тар. 2 машина сияды тек. Ана машина біздің арамыздағы. Жап жақын. Артымызда біреулер сигнал басып қояды. Сондай жолмен күнде жүрмейміз ғой біз, да? Бір полоса полный парковка құрып тастаған, да? Обменный пункт, барлық жерде обменный пункт бар. Не, форкет деп тұр ғой. 4 котенка ма? 4 кота ма? Иә, 4 кота. Парковка керек бізге, да, енді? Көп емес мұнда велика дейтіндер, да? Да. Желтоқсанның 20-сы рубашкамен отыр. Ауылдан курткамен келген адамдар. Да, жып-жылы, адамдар футболка шортымен жүр. Кайф, да? Осы орында маған арнап қойған сияқтымыз. Кеше кафеге келдік, ресторанға. Ағара. Ой-ой-ой дейтін болып тұр ғой, әмдірі дейтін бар ғой. Аппетитмен. Мынаны қара. Стейк көсенгенді. Рахмет деп. Достар, кешегі заттардың бәрін тегін берген ресторанға қайтып келдік. Тегін болғасын. Мынаны ақша төлейміз. Қалған бәрі тегін. Шай, кофе, баклава, әртүрлі салаттар, күріште тегін. Шай безлемейді. Бәрі безлемейді, жеген кезде ала бересің. Мына жерге тастап кетемін. Адресін, атын, скрин жасап кетермін. Кафенің сыртын. Сол. Келсеңдер очередь теңдер, әдемі. Бәрі халяльны, арабтардікі, кухня арабский. Бургер, шаурма бәрі бар. Үшінші. Дәмі де жақсы. Примерно неше балл бересің? 10 балдық шкаламен. 10 из 10 ғой, науын. Сондай ма? 9 берем мен, 9. Неге? Просто еще салқындау кішкене. Еще свет өшіп қалды дейсің ғой. Сосын музыканы қатты бақыртып қояды кейде. Давай, дегісті көр ал. Ас болсын бізге, қайсы дәмін көрейік та. Еттен көреміз, ә? Мынау 10 из 10 мынау. 10 балл берем мынаған. Мощно. Мощно. Қайсы мынаған? Мынаны көрейік ал. Стейк говяжий. Қатты емес па? Жоқ. Топ дейсің ғой, да? Нағыз стейк қой, нағыз стейк просто. Еще әдемі болып турап тұрген ғой. Алдыма сала бересің. Давай, мен де жейін. Мощно. Керемет. Далаға шықтық. Шай ішуге. Ауа керемет болып тұр, күн шығып. Не жаңағы шай. Еще мятасымен. Бақлава. Бәрі тегін. Мана тамақтың бәрін жеп болдық. Тегін затты да жедік, тегін еместі де жедік. Енді шаймен. Жайлап далада, таза ауада. Тып-тыныш болып қалды.
Хумус тоже, это очень вкусно. Хумус. Thank you. Подарок беріп жүріп, мына қара. Өртеніп тұр, нанды қара. Сен соуспен беріп жүрген хумус деді ма? Ух ты. Мана менюден көрген сияқты. Дәмі дерскен. Жұп-жұқа нан. Клиенттерге отношение бөлек та. Ақтауға осындай Қазақстанға көбейту керек осындайды. Ақтаудан ашың шешті. Ақтаудан ашыңдар. Барамыз ғой. Ютубқа түсіреміз. Шетел азаматтарына көрсетеміз. Хозяиндарын уже маған подписаться етіп олды жаңа ютубқа салам деп айтып едім. Давай. Декабрь деп кім айтады? Жол сияқты. Май ай сияқты ма? Москвич тұр ғой, Запорожец. Мұнда арасында Жигулилер де кездеседі, что-то көрінді тұр. Қыста Грузияда не бар? Анау міне не бар қыста? Қайда келіп қалдық достар? Қара теңіздің жағасына. Теңіз қара керемет әдемі болып тұр. Мына жерде кішкене салқын жел. Былай қарай барлығын теңіз жағалауы. Пальма, новостройка. Былай қарай біраз кетіп жатыр. Қара теңіздің жағасы. Мына келіп тұрған локация. Мына жерде түсіп жүр әуежайды. Мына самолеттің өте төмен қонатын дүние жүзінде аэропорттар азғантай, соның біреуі осы Батуми қаласында. Қазір ұшақтың қонғанын, ұшқанын күтіп отырық. Ұшқанынан гөрі қонғаны әдемірек болады. Ұшқанда сразу биікке кетіп қалады, қонғанда максимально төмен түседі, жақын болады. Қазір соны түсіреміз. Халық пока азғантай, қазір сезон емес қой. Халық осы жерге жиналады, машиналар, адамдар соны көру үшін жиналады. Тауларды түсіріп жібер. Горная Аджария деген жерлер, мына жақтарда. Осы примерно соңғы таулар тұманның артында, олар уже Түркияға жатады. Осыдан бір 10-15 минутта границаға барасың. Ары қарай сәл жүрсең, Түркияға қош келдіңіз деп телефонға сообщение келеді. Расписание қарап отырып, интернеттен алдын ала расписание қарап аласыз, соған жайлап реттеп келе бересіз. Теңізді жақындатып көрсетші, увеличить етіп көріне ма? Прозрачный болып тұр, андай мөлдір да. Бірақ түбі қара болғаннан кейін қара. Қара теңіздің атауы содан ғой, түбі қара болғасын. Теңіз қара болып көрінеді алыстан. Не артында ұшақ келе жатыр. Көрініп тұр ма сіздерге? Фарасы. Әне жылтырап тұр, әне жарық шамдары. Аңғара, ема. Маған тіп-тіке жатқан сияқты ара. Нағай. Ема, базарлық. Көрдің ба аяқтар түтегенін? Істеді? Аяқтар түтеген. Страшно, да? Дәл үстіне өткен кезде. Эмоция қандай, эмоция. Давай. Жүрегім соғып кетті. Дәурен мырза, эмоцияңызбен бөлісіңіз, эмоцияңызбен. Эмоция бөлек вообще, ема. Адреналин ғой. Гранд Молл. Жол қалай Дәурен жаңа локация. Самолеттардың қонатына ұшатын жер. Бөлекте дәл үстіне өткен кезде, да? Жақтарда да кішігірім жаңа жылға дайындық сияқты. Ана Орби Сити ғой міне. Оң жағымызда тұрған Гранд Моллдың ар жағында. Ана манағы айтқан Римде Колизейдің копиясы. Қонақ үй
Қонақ үй қылып салып қойған. Короче, теңіз жағасынан бірінші линия мынау, оң жағымыздағы, сол жағымыздағы типа нулевой линия ғой. Мынаның ар жағы теңіз. Где-то бір 40 метрден 50 метрден теңіз. Қара теңіз. Міне Колизейді көрсет. Ұқсайды да? Ар жағы ашық. Аяғында полумесяц сияқты. Астыңғы жағы бар ғой деймін. Есімде емес, көру керек. Ақ үй ғой, ақштағы. Белый дом. Үстінде переходной мост. Әдемі зданиялар қараңдар. Уступить дорогу. Мынаны әлі бітірмеген екен ғой да. Ау дейтін бар ғой, где-то 50-60 этаждай бар ғой деймін, қателеспесем. 2022-де келгенде салып жатыр мынаға. Үлкен проект сияқты. Достар, біздің Батумидегі саяхатымыз бүгін қазір жобамен 1 сағаттан аяқталады. Ары қарай басқа қалаға барамыз. Сол қаладан жаңа влог болады. Біздермен бірге соңына дейін болғандарыңызға үлкен рахмет. Видео ұнаса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Келесі қай мемлекет немесе қай қаланы көргіңіз келеді, астына комментария жазып кетіңдер. Каналымда әрдайым пайдалы ақпараттар болады. Басқа мемлекетте, басқа қалада кездескенше қош, сау болыңыздар.